Әріптестер, WhatsApp-тан QR кодты алдық. Енді оны ары қарай қалай пайдаланамыз? Енді сіздер қандай бағдарламамен жұмыс жасайсыздар білмеймін. Мен PicsArtпен жұмыс жасаймын. PicsArtты басамыз. PicsArtты телефоныңызға жүктеп аласыздар Play Market'тен немесе App Store'дан. Мына плюс батырмасын басамыз. Мына жерде плюс батырмасын бассақ, галереямыз ашылады. Галереямыз ашылғаннан кейін өзіміз бір фонды алып аламыз сақтап интернеттен. Мен мына бір фонды алам. Рекламасы шығады. Рекламаны көресіз. Сосын X-ті басып тастап PicsArtқа қайта оралатын боламыз. Мінекей. Енді осы жерде мінекей астында мәзірлері бар. Бәрін өздеріңіз үстін басып отырып танысасыздар. Мына корона тұрғандар ақылы түрде, ал коронасы жоқтар, олар ақысыз. Мына добавить фото дегенді басамыз. Сөйтіп қайтадан галереямызға кіреміз. Галереяда бағана WhatsApp-тың QR-ын алып ағамыз. Мінекей. Осы QR-ды мен қазір мына жерге әдемілеп қоятын болам. Мына нені қойдық, былай етсек мінекей дәу, үлкен емес, жақсы емес, әдемі емес. Енді біз бұны не істейміз? Кесеміз. Обрезать батырмасын басамыз. Басамызда мінекей мынаны былай тұрған аққа дейін кесіп аламыз. Үстінде готованы басамыз, сонда былай болып шығады. Мына жердегі өлшемді үлкейтіп кішерте аласыздар. Кішертеміз. Мына жерге бір әдемілеп қоямыз. Текст бар. Тексті басып жазуымыз жазсақ болады. Мысал үшін қазақтың мысал үшін осылай жаздым мен. Үстінде птичканы басамыз. Мына жерде төменде свет тұр. Светке басып, мынаны түсін өзгертіп аламыз. Қандай түс өздеріңізге ұнайды, соны қоясыздар. Мен қара түсті қолдана берейін. Былай етіп қоямыз мінекей. Қойылды. Мына жерден барлығын астына батырман басып өздеріңіз танысып аласыздар. Енді қайта текст жазамыз. Пікір қалдырыңыз. Жылжып кеткен нәрсе орнына қайта келеді, одан уайымдамаңыздар. Мінекей мынаның астына қоямын. Мінекей. Үстінде мінекей жүктейтін стрелка тұр. Осы стрелканы басқан кезде мінекей жүктелді. Ол менің галереяма барып түсті. Жалпы осылай сәндесеңіздер болады. Кез келген көрнекілікті осы PicsArt арқылы жасауға болады. Галереямнан көрсетейін сіздерге. Менің галереямда дайын тұр. Осыны аламыз да принтерға жібереміз.